Бәріңе сәлем. Өзім жасап жүрген өте дәмді медовик тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін асты қалың осындай ыдысымызды алып, менде чугунный сковородка енемнің, соған 250 грамм қант, 4 ас қасық бал, кез келген 3 ас қасық су, 1,5 шай қасық содамызды салып, араластырып газға қоямыз. Газда табамыз осылай қызып бастағанда сода осылай көпіршиді. Біраз араластырғаннан кейін осындай сарғыш түске енеді. Сол уақытта газдың астын өшіріп 70 грамм сарымайымыз саламыз. Сарымайдың температурасы маңызды емес, кез келген сарымай бола береді. Салып жарты сағатқа суытуға қойып қоямыз. Суығаннан кейін 3 жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Керек заттардың бәрін астына описанияға жазып қоямын. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін маған подписаться етіп алыңыздар. Араластырып болғаннан кейін 200 грамм стаканмен 4 стакан толтырмай 4 стакан ұнды саламыз. Ұнды салып, осы смесімізді құйып, тестаны илейміз медовиктің. Илеп араластырып болғаннан кейін қолға жабысып тұрады. Сол үшін 2 сағатқа холодильникке салып қоясыздар. Немесе кешке жақын жасап, ертеңгісін жасауға болады медовиктің тестасын. Содан кейін кремін жасаймыз. Креміне осындай темір ыдысымызды алып, асты күймейтін 600 грамм сүт, үстімізді газға қойып, 3 жұмыртқаның сарысын, ағы керек емес, 3 жұмыртқаның сарысын салып, үстіне 8 ас қасық қант, 2 ас қасық крахмал кукурузный, кез келген крахмал бола береді, және шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Араластырып, жаңағы сүттен 3 ас қасық салып араластырамыз. Бәрімізді араластырып болғаннан кейін бәрін осы қайнайын деп тұрған сүттің үстіне осы сместі құямыз. Сместі құйып үзбей араластырасыздар, асты күйіп кетпеу керек. Дайын болайын деген уақытта, дайын болғанда өстіп бұрқылдайды. Өстіп бұрқылдаған уақытта дайын деген сөз. Астын өшіріп 60 грамм сарымайымыз саламыз. Сарымайдың температурасы маңызды емес, қандай болса да. Енді тестасын жаятын боламыз. Осымен кремі дайын. Енді бізге осындай форма керек, және многоразовый коврик керек 2 штук. Сіздер пергамент қолдана берсеңіздер болады. 2 ас қасықтан алып тестаны ұн сеуіп, оқтаумен жайып формасын жасаймыз. Оқтаумен жайып, осындай формамен 20,5 размерге келтіріп кесіп аласыздар. Жан жағын алып тастайсыздар. Шанышқымен тесіп, қызып тұрған пеште жоғарғы градуста пісіріп алам. Біріншісін салғаннан кейін екіншісін өсіп жайып, кезекпен кезек барлық тестаны пісіріп аламын. Және осындай 3 үштігінің жан жағын алмайсыздар. Үшеуінің бетін сепкенге жан жағы керек болады. Тез-тез өстіп кезекпен кезек пісіріп аласыздар. Біріншісін алғаннан кейін екіншісін осылай. Екі ас қасықтан артық алмайсыздар. 2 ас қасықтан артық алсаңыздар көп болып кетеді. Сол үшін 2 ас қасықтан ғана өлшеп алып отырасыздар. Міне осылай, тура осылай жан жағын алмайсыздар. Үшеуі маған жеткілікті. Размерін сіздер өз қалауларыңызша қылсаңыздар болады. Менде 20,5, сіздер 22 қылсаңыздар да болады.
және жан жағын осылай алып блендермен езіп алсаңыздар болады, немесе мен сияқты оқтаумен ессеңіздер болады. Өстіп оқтаумен езіп болғаннан кейін тортты жинайтын боламыз. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді жаңағы заварной кремімізді алып, өстіп шетінен жинаймыз. Кремді көз мөлшерімен жағасыздар. Кремді жаққаннан кейін өстіп басып отырып жинап шығасыздар. Менде 11 ұштық шықты. Бәрін санағанда 11-12 ұштық шығу керек. Кремнің бәрін қолданып тастамаңыздар. Және крем өте аз да болмау керек. Кейін жан жағына жағатын боласыздар кремді. Осылай кезекпен кезек бәрін жағып болғаннан кейін осы бетіне себетін себеміз. Сонымен медовик тортымыз дайын. Сіздерге осы видео ұнады деген сенімдемін. Осы рецепті қолданғаныма 5-6 жылдай болды. Қолдағы бар заттармен жасалынады оңай. Қонақ келгенде жиі жасаймын осы тортты. Бір түнге холодильникке қойып қойсаңыздар, ертесі күні өте нәзік болып тұрады.